Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өзбек ұлтының ұлттық тағамының бір түрі махора, яғни ноқат сорпаның жасалу жолын көрсететін боламын. Өте тойымды, дәмді болып шығады. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видеоны өткізбей, видеоны соңына дейін қараңыз. Мен барлық көкөністерді алдын ала ашып, жуып, тазартып, турап дайындап алдым. Бізге керек болады бұл жерде ет, пияз, болгарский сәбіз, картошка, чеснок және томат керек болады. Сосын осындай ноқат керек болады. Ноқатты бір күн алдын жібітіп қоясыз, яғни түнде жібітіп қоясыз. Таңертең суын төгіп тастап, қолдана бересіз. Ең алдымен қазанға майымызды құйып, қызып тұрған майдың үстіне алдын ала турап алған пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Енді үстінен алдын ала турап алған болгарскийларымызды саламыз. Болгарскийді салып, жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Сосын үстінен алдын ала турап дайындап алған еттерді салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын үстінен турап алған сәбіздерімізді саламыз. Оның артынан майдалап турап алған чесноктарды саламыз. Оның артынан томат пастасы немесе мен сияқты үйде жапқан, жазда жапқан томатыңыз болса, соны салсаңыз да болады. Сосын барлығын араластырып, жақсылап қуырамыз. Сосын үстінен 1 чайна ложка тұз саламыз. Сосын артынан дәміне қарай тұз бұрышын қоса бересіз. Міне дәміне қарай тоз бұрыштардың барлығын салып болдық. Енді үстінен алдын ала жібітіп дайындап алған ноқаттарды саламыз. Ноқатты да салып, жақсылап араластырып, кішкене қуырып жібереміз. Сосын артынан су құятын боламыз. Мен 1,5 литрдай су құйдым. Суыны құйып, крышканы жауып, астына жоғары отқа қоямыз. Бірі қайнап шыққаннан соң крышкасын ашып, астына жай отқа қойып, осылай бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Міне осылай көбіктерінің барлығын алып тастадым. Көбіктерін алып болғаннан соң крышкасын жауып, астыны жай отқа қойып, 1,5-2 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Міне ноқат сорпада 2 сағатта пісіп дайын болды. Өте әдемі, дәмді, тойымды болып шықты. Міндетті түрде сіз де ауызашарға жасап көріңіз. Өте керемет болып шығады. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.